Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Қанша уақыт өтсе де өзінің құндылығын, өзектілігін жоймайтын бір маңызды мәселе бар. Ол жас ұрпақ тәрбиесі. Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінде 2019 жылдың 1 қазаны мен 25 қазан аралығында жас өркен әдістемелік бірлестігінің айлығы болып өтті. Бұл айлықта бастауыш сынып мұғалімдері ашық сабақпен қатар сыныптан тыс тәрбие сағаттарын өткізді. Мақсаты өскелең ұрпаққа адалдық пен парасаттылық құндылықтарын сіңіру, рухани адамгершілік және азаматтық патриоттық тәрбиені дамыту. Іс-шара жоғары дәрежеде ұйымдастырылды. Атап айтсақ, менің отаным Қазақстан, ұстаз ұлы тұлға, абай дара, абай дана қазақта, тәрбие көзі отбасы, менің елімнің рәміздері, аман болшы қарттарым, арайлы алтын күз, тағы басқа тақырыптарда сыныптан тыс тәрбие сағаттары болды. Жас балаға тағылымды тәрбие беріп, зердесіне жол табу ұстаз үшін оңай соқпасы анық. Десек те, тәрбиенің мөлдір қайнарынан сусындап өскен бала ар мен иманнан, әдеп пен ибадан, дәстүр мен салттан хабардар болып өссе, ұстаз үшін сол мәртебе.